Сәлем бәріне. Сіздермен бірге киноху арнасы. Бүгін біз сіздерге Символ фильмі туралы айтып береміз. Бастамас бұрын, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар, бұл бізге үлкен қолдау болады. Егер осындай видеолар ұнаса, міндетті түрде бағалаңыздар. Ендеше ыңғайланып отырыңыздар, біз бастаймыз. Бір ер адам өте оғаш бөлмеде оянады. Қабырғалардың бірінен бір түрлі жұмсақ томпақ нәрсені байқап, оны тартып көреді. Сол сәтте қабырғадан періштелерге ұқсас бейнелер шығып, қайтадан жоғалып кетеді. Ер адам не болғанын түсінбей, қорқып, көмек сұрап айғайлайды, бірақ ешкім жауап бермей. Амалы таусылған соң, ол сол батырмаларды басып көре бастайды. Осылайша әр батырманың әр түрлі зат шығаратынын түсінеді. Бір батырманы қайта-қайта басса, сол бір зат қайта шыға береді. Бір кезде абайсызда басқа батырманы басып, аяғына ауыр зат түсіріп алады. Ауырсынса да зерттеуін жалғастыра береді. Бөлме біртіндеп түрлі заттарға тола бастайды. Тіпті бір батырма суши шығарады. Ер адам қуанып тамақтана бастайды, бірақ соя соусы жоқ. Сол үшін қайта батырма басады, бірақ соус шықпайды. Барлық сушиді жеп болған соң, тағы басқанда ғана соя соусы түседі. Кейін ол үш көзілдірік тауып алады. Кигенде періштелер бір рычагты көрсетеді. Ол мұны шығатын жол деп ойлайды, бірақ алдынан күтпеген күлкілі нәрсе шығады. Уақыт өте келе ол манга тауып, жаңа бөлімін оқығысы келеді. Бірақ қажеттісін таба алмай қиналады. Кейде есік ашылады, бірақ ол үлгермей қалады. Сөйтіп, есіктің тек рычаг басулы кезде ғана ашық болатынын түсінеді. Ер адам түрлі әдістер ойлап табады. Секіреді, заттарды тірек қылады, су құяды, бірақ ешқайсысы көмектеспей. Ақырында ол батырманы басып тұру үшін түрлі айла қолданады. Бір кезде арқан түсіп, ол есікке жетеді. Бірақ есікке кілт керек болады. Соңғы сәтте кілтті тауып, шығуға тырысады. Бірақ тағы да қиындықтар пайда болады, код керек, дұрыс батырманы табу керек. Ақырында ол бөлмеден шығады деп ойлайды, бірақ бәрі жалған болып шығады. Оның алдында жаңа бөлме пайда болады. Тағы да сол періштелер, тағы да батырмалар. Осы кезде біз басқа әлемге ауысамыз. Онда ұлы адам деген кейіпкер күреске шығады. Бірақ дәл сол сәтте бөлмедегі ер адамның әрекеттері сол әлемге әсер ете бастайды. Әр батырма басқа әлемдегі өзгеріс. Уақыт өте келе ер адам төбеге шығатын жол бар екенін байқайды. Ол жоғары өмелеп, барған сайын әлемге әсері күшейе береді. Тіпті бір сәтте ол өзін құдай секілді сезіне бастайды, өйткені бәрін өзі басқарады. Ең соңында ол ең жоғарғы нүктеге жетеді. Ол жерде үлкен рычаг бар. Бірақ оның не істейтіні белгісіз. Мүмкін, ол бүкіл әлемді жойып жіберген шығар. Осымен болды. Сіздермен бірге киноху арнасы болды. Жазылуды ұмытпаңыздар, біз күн сайын жаңа видеолар шығарып тұрамыз. Келесі видеода қандай фильмді талдағанымызды қалайсыздар, пікірге жазыңыздар. Көріскенше.